бізде қоғамда ың мен ны шатастыратын балалар көп. Ны, ың дыбыстарын дұрыс айта алмайды да, және оны дұрыс жаза алмайды да. Тіпті бала тұрмақ ересектер көбейіп кеткен қазіргі балаларда. Сол бір ересектерде де айтатыным бірінші дыбысты дұрыс естіп алуымыз керек. Ол дұрыс фонемдік қабылдамағаннан кейін ың мен ны дұрыс айта алмайды, жаза алмайды бала. Мысалы, ны дыбысын айтқан кезде тілдің ұшы тістерге келіп тіреледі. Ны деп. Ал ыңды айтқан кезде тіл керісінше артқа қашады деп айтуымыз керек балаға. Ың болған кезде қашты, ны болған кезде келіп тіреледі деп. Осы екеуінің артикуляциясын бала жаттап алатын болса, ажырата алатын болса, онда жылдам фонемді қабылдай алды деген сөз. Ал енді жазуға келген кезде ішіңнен қайталайсың. Аң дедім бе, әлде ан деп айттым ба? Бірінші мұғалімнің айтқанын естисің, содан кейін ішіңнен қайталайсың. Содан кейін барып жазасың деп ың мен ын дыбысын. Егер ың дыбысы мүлдем айтуға, ол енді ың дыбысы тілдің жотасын көтеру арқылы айтылатын дыбыстардың бірі. Сондықтан да ың деген кезде көтерілмей жатқан жағдай болатын болса, м дыбысын айтасың, тек еріндерді бір-біріне жақындатпайсың деп. Мысалы үшін ң, яғни м деп айтамыз, бірақ ерінмен емес, тіліміз ғана айтады. Сонда ң деген дыбыс шығады. Сол сияқты балаға қызықты қылдырып ың мен ны үйретуге болады.